Баршаңызға сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін өте дәмді песочный рогаликидің жасалу жолымен бөлісетін боламын. Бізге қажетті заттарымыз: маргарин, 2 жұмыртқа, 1 кесе шекеріміз, 1 қасық балымызды қосып, барлығын қолымызбен жақсылап араластырып аламыз. Менің видеомды соңына дейін қараңыздар. Өте дәмді, керемет болып шықты. Жасалу жолы да өте оңай. Көп уақытыңызды алмайды. Қопсытқышымызды ұнға қосып, електен өткізіп, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Қажетті заттардың барлығын астында описание бөліміне жазып қалдыратын боламын. Сол жаққа сілтемелер қалдырып кетемін. Қажет болса, видеоларымды арнама өтіп көріп, лайк, комментарий қалдыруларыңызға болады. Қамырымыз осындай жұмсақ болып шықты. Сразу қолдана берсеңіздер де болады. Астына кішкене ұн шашып жіберіп, қамырымызды кішкене бөліктерге бөліп алатын боламын. Қамырымыз жұмсақ біздің. Достар, қажетті заттардың барлығын астына описание бөліміне қалдырып кетемін. Сол жақта сілтемелерді қалдырып кететін боламын. Өтіп, менің арнама қажетті видеоларды көрсеңіздер болады. Ұнаса лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Ол мен үшін өте маңызды. Әлеуметтік желіде өз достарыңызбен де бөлісулеріңізге болады. Қамырымызды осылай жұқа қылып жайып аламыз. Жұқа болу керек. Осылай бөліктерге бөліп аламыз. Ортасына начинка қоссаңыздар да болады. Мен еш нәрсе қосқан жоқпын. Соның өзінде өте дәмді болып шықты. Жасалу жолда өте оңай. Ішіне шекер қосқаннан кейін дәмі деген керемет болып шықты. Қамыры песочный болып шығады. Балаларға қатты ұнайды. Жасап көріңіздер. Тағы да бір қамырды жайып көрсететін боламын. Осылай бөліктерге бөлеміз. Егер размерін дәу қылатын болсаңыз, кішкене 4 бөлікке бөлсеңіз де болады. Сол кезде дәу болып шығады. Бізде майда қылып жасағанды ұнатамыз. Осылай кішкентай қылып жасап шықтым. Осы кезде біз печкамызды қыздырып қойып, 180-200 градуста печеньемізді пісіріп аламыз. Мына рогаликиіміз дайын болды. Бетіне сахарный пудра шашамын. Қып-қызыл болып пісіп шықты. Өте дәмді болып шықты, достар. Жасап көріңіздер. Видеомды соңына дейін қараған болсаңыздар, сіздерге алғысым шексіз. Келесі видеомды ертең тағы да көретін боласыздар. Жіберіп алмаңыздар. Және де менің арнамнан тағы да қандай рецептерді көргілеріңіз келеді, комментарий бөліміне пікірлеріңізді қалдырып кетсеңіздер болады. Соны жасап көрсететін боламын сіздерге. Бетіне осылай сахарный пудрамызды шашып алдым. Өте дәмді болып шықты, достар. Рогаликиімізді бөліп көрсетейін. Песочный болып, өте жұмсақ болып, үгітіліп пісіп шықты. Жасап көріп, пікірлеріңізді айта кетіңіздер. Достар, менің видеомды соңына дейін қараған болсаңыздар, сіздерге алғысым шексіз. Менің арнама тіркеліп, қоңырауша белгісін басып кетуді де ұмытпаңыздар. Сол кезде менің видеоларым шыққанда алғашқы болып өзіңіз көретін боласыз. Келесі видеода кездескенше қош сау болыңыздар.